Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Біз сіздермен бірге магистратура 2026 тестінде кездесетін ТГО есептерінің өте оңай, өте жеңіл шығару әдістерін талқылайтын боламыз. Олай болса, бүгін біз ТГО-ның ең керемет есептерін жинақтадық. Магистратура тестінде кездесетін ТГО есебі диаграммаға байланысты берілген. Бұл жерде жай ғана диаграммада ақпараттар айтылған. Тоқаштың саны және оның бағасы, самсаның саны, оның бағасы, шынның саны, оның бағасы деген диаграммамен көрсетілген. Яғни А бағанында тоқаш санын, Б бағанында шырын санын сұрап жатыр. Бұл жерде олардың бағасының стоимосты бірдей, үшеуінікі, ал тоқаш санын примерно диаграммаға сәйкес санға қараймыз. Тоқаштың саны 200 деген санға сәйкес келіп тұр. Онда А бағаны 200-ге тең. А тең 200. Ал шырын саны деген ол бізде 100 бен 150-дің арасында бөлі 150-ге жақын болғандықтан мен мына отрывокты примерно 140 деп ала саламын. Яғни маған нақты мән керек емес. Примерно сол аралықта қай мәнге жақынырақ соны таңдаймыз. Енді жауаптарына қараймыз. Жауап нұсқаларында қайсысы орындалады? Бізде Б деген А-дан үлкен емес. А үлкен Б-дан. Мына жауап қате жауап, сондықтан алып тастаймыз. Келесі 2Б үлкен А-дан дейді. А вариантын қарайық. 2Б дегеніміз 140-ты 2-ге көбейтетін болсақ 280, бұл үлкенірек болады 200-ден. Яғни 2Б бізде А-дан үлкен болады. Сіздер басқа жауап нұсқаларында тексеріп шықсаңыздар болады, чтобы менің қателеспегенім үшін. Мысалы С вариантын қарайық. Шырынның саны 140, ол бізде үлкен дейді, екеселенген тоқаш санынан, яғни 200-ден. Бізде бұл қате, қарама-қайшылық, сондықтан С вариантында алып тастаймыз. Ең соңғы 2Б кіші А-дан деген бар, оны да қарап көрейік. Яғни 2 көбейтілген 140, ол кіші болу керек 200-ден. Мынау да қарама-қайшылыққа келгеннен кейін мен бұны да алып тастаймын. Сонда жалғыз вариант қалды. Ол 2В үлкен А-дан. Сәйкесінше шырынның екеселенген саны тоқаштың санынан артығырақ болады екен. Осы А вариантын белгілейсіздер. Магистратура тестінде комбинаторика есептерін формуласыз ұяшық әдісімен шығаруға болады. 0, 1, 2, 3 цифрларынан қанша 2 таңбалы сан жазуға болатынын табыңыз дейді. Бұл жерде цифрлар қайталанбайды деп айтылмаған, ал егер айтылмаған болса, онда біз қайталай аламыз. Яғни біз 2 таңбалы сан құрастыруымыз керек. 2 таңбалы санның кез келген 2 таңбалы сан 0-ден басталуы мүмкін емес. Яғни біз сәйкес бола алатын, мүмкін болатын сандардың количествосын жазамыз. Бірінші орынға 0, 1, 2, 3 деген цифрлардың тек мына үшеуінің біреуі ғана келіп орналасады. Яғни тәсіл саны 3. Екінші ұяшыққа тәсіл санын жазамыз. Бұл ұяшыққа мынаған салған санды қайталауға болмайды деп айтпаған. Олай болса сіз бірінші ұяшыққа қойған цифрды екіншіге де қайталай бересіз. Сәйкесінше барлығы 4 сан бар ма? 4 санның 4-еуінде екінші ұяшыққа қойып шыға аласыз. Сіз тәсіл санын табу үшін ұяшықтардағы сандарды көбейтіп жібересіз. 3-ке 4-ті көбейтеміз. Сонда барлығы 12 2 таңбалы сан құрастыруға болады екен. Бұл бізде Д вариантында 4-ші жауап нұсқасында тұр екен. Осылай белгілей саласыз. Магистратура тестіндегі мәселе есептердің барлығы ұзақ болғанымен, олардың теңдеуін құратын болсаңыздар, өте жеңіл есепке айналады. Келесі бір есепті қарастырып көрейік. 400 километрлік жолды автокөлік 5 сағатта жүріп өтеді. Егер жылдамдығын 20 км сағат арттырса, сол жолды неше сағатта жүріп өтетінін табыңыз еді. Олай болса сіз әуелгі бастапқы оның жылдамдығын табасыз. Яғни сізге беріліп тұр мұнда S, барлық жол 400 км, және оның уақыты берілген. Осы 400 километрді ол 5 сағатта жүріп өткен. Сіздің жылдамдықтың формуласы бар. В дегеніміз S бөлінгенті. Жылдамдықты тауып алайық. S бөлінгенті, яғни 400 километрді 5 сағатқа бөлеміз. Ол 80 километр. Сағатына 80 километрмен жүрді. Енді бұл не істейді? Жылдамдығын 20 километр сағатқа арттырды. Арттырды дейтін болса, біз арттыратын кезде қосамыз. Яғни, сіздің бастапқы жылдамдығыңыз 80 километр, соның үстіне 20 километр қосамыз. В өзгереді, 80 плюс 20, яғни 100 бен жүретін болса дейді.
100 км сағатпен жүретін болса, осы жолды қанша сағатта жүріп өтеді? Бізде жол бастапқыда берілген ақпараттан өзгерген жоқ. 400 км жол, дәл сол 400 км жол болып тұрады. Яғни, бұл жерде де S тең 400 км. Олай болса, осы 400 км-ді 100 скоростьпен жүрген кездегі, 100 жылдамдықпен жүрген кездегі, оның уақытын табу керек. Т тең 400 бөлінген 100, ол бізде ровно 4 сағатта жүріп өтеді екен. 4 сағат бізде С жауап нұсқасында кездескен. ТГО-да әріпті ребус ретінде кездесетін есептер де бар. Мысалы, сондай бір есеп мына жерде келген. Берілген теңдік орындалатындай D, E, F деген сандар, соның мәндерін тауып, ретімен орналастырыңыз дейді. D, E, F деген әрқайсысы бір цифрға тиесілі. Яғни, оның орнында бір цифр тұру керек. Чтобы мына теңдік орындалатындай. Мен азайту амалын орындаған кезде, мынандай азайтындының мәні 187 шығып тұр. Азайтудан көрі маған қосу оңғайлы, сондықтан былай қосу жерсек болады. 187 қосылған F, 4 және E деген сандардан бізде қосындының мәні 9, D, 2 деген сан шығады. Қараңыз, бірінші біз E деген саны орнына сәйкес келетін санды табайық. E деген бізде, яғни 7-ге қандай санды қосқан кезде 2 деген цифрмен аяқталады. Ол бізде 5 деген санды қосқан кезде ғана 2-мен аяқталады. Сонда біз E-нің орнына 5-ті әкеліп қоямыз. Есепті қайтадан жазсам болады. 1, 8, 7, сосын F, 4 және соңғы цифры 5. Қараңыз, 7-ге 5 қоссақ 2 болады. Сосын 8-ге 4 қосатын болсам, ол 12. Мына ойда біреу қалады. Сол ойдағы бірімен мына жер 13 болады. Яғни, бұдан да тағы ойда біреу болады. Сосын, 1-ге нешені қосқан кезде, бізде мына жердегі 9 деген цифр шығатын табу керек. 1-ге нешені қосқан кезде, еще мына ойдағы 1-ді қосамыз, еще мына 1-ді қосамыз. Сол ойдағы 1-мен мына 1-ді қоссақ 2, 2-ге 7-ні қосқан кезде барып, бізде F-тің мәні 7 болған кезде шешімі 9 шығады екен. Сонда жауаптарын жазамыз. F деген санымыз 7, D деген санымыз міне таптық 3, және E деген санымыз бізде 5-ке тең. Яғни орналастыру реті кіші саннан бастап үлкен санға дейін орналастырсақ, 3, 5, 7 деген ретпен орналасады. Ал оның әріптері 3 дегеніміз D кіші, одан кейін E, ол кіші F-тен. D, E, F деген A жауап нұсқасын белгілей саласыздар. ТГО-ның есептерінің барлығы дерлік қиын есеп болып келмейді. Кейбір кезде оңай өте қарапайым тәсілдермен шығаратын элементарды есептер болуы мүмкін. Соның біреуі қарапайым теңсіздікке берілген, сол жағында да оң жағында да әріпті санды өрнектер кездескен мына бір есепті қарастырып көрейік. 3x минус 7 үлкеніне тең x плюс 1 теңсіздігінің шешімі болатын жауапты табыңыз дейді. Сіз просто осы теңсіздікті шешеміз. Шешкен кезде былай жасайын. Бірінші берілген толық көшіріп жазайын. 3x минус 7 үлкеніне тең x қосылған 1. Теңсіздік орындаған кезде біз әріптерді сол жаққа, сандарды оң жаққа жинаймыз. Жинау барысында теңсіздік белгісінен аттаған әрбір өрнек өзінің таңбасынан керісінше таңбаға ауысады. Мысалға, 3x деген әріпті өрнек сол жақта тұрады. Екінші жақ бетте x деген әріпті өрнек бар. Оны сол жаққа өткізетін кезде минус x болып келеді. Мына белгіге түртпейміз, үлкеніне тең болып тұра береді. Оң жақ бетте бізде 1 деген плюс 1 бар. Және мына жақта минус 7 деген сан екінші жақ бетке өтетін кезде минус таңбасы плюсқа ауысып, ол бізде плюс 7 болып өтеді. Сонда 3x-тан x азайтсаңыз 2x қалады. Үлкеніне тең 1-ге 7 қосамыз 8-ден. Бәрін 2-ге бөліп жібереміз. Сонда x үлкеніне тең 4-тен деген теңсіздіктің жауабы шығады. Ол бізде С жауап нұсқасында кездескен екен. Тестте кездескен мына бір есептің сіздерге өте оңай шығарылу жолын көрсетейін. Эйлер-Вен диаграммасына байланысты шығарылатын есеп Эйлер-Вен диаграммасын сызбай-ақ шығарамыз. Сыныпта
30 баланың 12-сі ағылшын тілін, 13-і француз тілін, 15-і Қытай тілін біледі. Одан кейін ағылшын және француз тілдерін білетіндер саны 3, француз және Қытай білетіндер саны 5, ағылшын Қытай тілін білетіндер саны 6. 2 бала ешбір тілді білмейтін болса, 3 тілді де білетін балалар саны. Мен сіздерге мынандай бір тәсіл көрсетейін. Яғни, бірінші біз сыныпты 2-ге бөліп аламыз. 30 оқушының үйірмеге қатысатындар және үйірмеге қатыспайтындар деп 2 топқа бөлеміз. Бірінші топ үйірмеге қатысатындар, екінші топ изгой, яғни қатыспайтындардың саны. Бізде ең соңғы сөйлемде 2 бала ешбір тілді білмейтін болса, яғни изгойдың саны 2. Изгой дегеніміз ол бізде еш нәрсеге қатыспайды. Қалған 28 оқушы осы үйірмелердің хотя бы біреуіне, екеуіне немесе үшеуіне де қатысатындар. Біз 28-ге байланысты есепті шығарамыз. Сіздерге мынандай бір тәсіл көрсетейін. Ағылшын дегенді біз 13 деп алайық. То есть ағылшын 12 деп берілген. Сосын француз тілін білетіндер 13 және 15-і Қытай тілін біледі. Біз қаны 15 деп қойық. Сосын менде тағы да 2 тілді білетіндер бар. Ағылшын плюс француз тілін білетіндер. Ағылшын плюс француз. Ол бізде ағылшын француз тілін білетіндер 3. Сосын француз және Қытай тілін білетіндер 5. Жазып қоям. F плюс Қытай тілі 5. Және ағылшын Қытай тілін білетіндер саны 6. Яғни ағылшын плюс Қытайды білетіндер 6. Осы жерде бізден сұрап жатыр ағылшын плюс Қытай плюс француз тілін білетіндердің саны қанша деп. Мынаның саны x белгісіз. Қараңыздар, бір ғана нәрсе айтам, дұрыстап тыңдап алыңыздар. Ағылшын, француз, Қытай тілдер. Бір үйірмеліктерді қосамыз, 2 үйірмеліктерді азайтамыз, 3 үйірмеліктерді қосамыз. Сол кезде үйірмеге қатысатындардың саны шығады. Қараңыз, мына 12, 13, 15 дегендерді қосып шығамыз осы сандарға. Яғни бір-біріне қосамыз, сол кезде 30, 40 болады. Осы 40-тан 2 үйірмеліктерді азайтамыз, 3 үйірмелікті қосамыз. 40, азайтылған 3, азайтылған 5, азайтылған 6, мына 40 деген бізде үшеуінің қосындысын бірден жаздым. Одан кейін осы 6-ға x-ті қосуымыз керек, өйткені бұл 3 үйірмелік. Осының мәні үйірмеге қатысатындардың саны 28-ге тең болады. 40-тан 3 азайтасыз, 37, 37-тен 5 азайтасыз, 32, 32-ден 6 азайтасыз, 26 бізде плюс x жазамын. 26 плюс x тең 28-ге. Яғни бізде ровно x-ті табатын болсақ, 28-ден 26 азайтамыз. 2 оқушы 3 үйірмеге де қатысатын оқушы екен. Естеріңізде болсын, Эйлер Вен диаграммасын салмайық, бір үйірмеліктерді қосамыз, 2 үйірмеліктерді азайтамыз, және 3 үйірмеліктерді қосып, біз үйірмеге қатысатындардың санын өте жеңіл тәсілмен табуға болады. ТГО-да кездескен геометриялық бір есеп бұрышқа байланысты. Естеріңізде болсын, параллелограмның сүйір бұрышы мен доғал бұрышының қосындысы, кез келген сүйір мен доғалдың қосындысы 180-ге тең. Мұнда бір сүйір бұрышы 10 минус x, доғал бұрышы 41 минус 30 градус берілген. Бізге x-тің мәнін тап дейді. Осы 2 бұрышты қосатын болсаңыз, оны 180-ге тең деп айта аласыз. 10 азайтылған x қосылған 41x азайту 30 тең болады 180-ге. Орындайық. Минус x пен плюс 41x. Үлкеннен кішісі азайтылады, үлкеннің таңбасы қойылады. 41-ден 1 азайтамыз, 40x қалады. Және 10 минус 30. Үлкеннен кішісі азайтылады, үлкеннің таңбасы қойылады, минус 20. Тең 180-ге. Осы жерден минус 20-ны оң жаққа өткіземіз. Сонда 40x тең 200 болады. Сәйкесінше x тең 200-ді бөлеміз 40-қа. Ол бізде ровно 5-ке тең болады екен. Яғни бізде белгісіз болып тұрған x шамасы
5-ке тең. Сіздерден бұрыш сұрап жатқан жоқ, тек x-тің шамасын сұрап жатыр. Сұраққа мән береміз. Магистратураның ТГО есептерінің кейбір есептеріне формула қолдана алмаймыз, бірақ олардың логикасын түсініп алсақ болады. Мысалы, мына бір есеп. 8 оқушы 60 алманы сандары әртүрлі болатындай етіп бөліп алды. Яғни бір оқушы 2 алма алса, бір оқушы басқа цифрлы сан алу керек. Яғни 2 алма, біреу 3 алма, біреу 5 алма, біреу 12 алма деген сияқты. 60 алманы бөліп алды. И былай айтады, ең аз алған оқушы 4 алма алды дейді. Яғни ең кішкентай 4 алма бірінші оқушыда, қалғандары сөйтіп ала береді, и ең көп алған оқушы неше алма алды. Яғни максималды жағдайын сұрап жатыр. Біз алғашқы 7 оқушыға минималды алма беріп шығайық. Яғни бірінші оқушыға 4 кетті, екінші оқушыға уже 4 бере алмаймын, одан түсіре алмаймын, өйткені ең азы 4 деп айтып қойды. Келесі оқушыға 5 алма береміз, солай алғашқы 7-еуіне беріп шығайық. Сонда ең соңғы оқушыға қанша алма тиетінін көрейік. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Алғашқы 7 оқушыға берілген алма санын есептейік. Бұл бізде 14, 28, 42, 49. Алғашқы 7 оқушыға 49 алма берілген. Бізде барлығы 60 алма. 49 алманы уже алып қойды. Сонда 8-ші оқушы 60-тан азайтасыз 49-ды, 11 қалады. Яғни 8-ші оқушы бізде ровно 11 алма алады екен. Одан үлкен жағдай болуы мүмкін емес. Яғни біз ең минимальный алма беріп шыққан кездің өзінде соңғы оқушы 11 алма алады екен. Мына бір есепті қарап көрейік. Біздің өмірімізде қолданатын, яғни біз көбінесе дүкендерге барамыз, скидка іздеп жүреміз. Сол скидканың есебінде біз қанша ақша ұтатынымызды есептеп көрейік. Мысалы, 55.000 теңге тұратын Apple iPad 15%-ға арзандады дейді. Яғни сіз мына 55.000 теңгенің 15%-ын, яғни үнемдейсіз. Егер 2 iPad сатып алсаңыз, неше теңге үнемдер едіңіз? Олай болса сіз әрбір iPad'тан үнемдейтін сомаңызды тауып аласыз. Яғни 55.000 теңгенің біз 15%-ын тауып алайық. 15%-ы қанша? 55.000 теңгенің 15%. Ол дегеніміз жай ғана калькулятор аласында 55.000-ды көбейтесіз 0,15-ке. Одан 8.250 теңге шығады. Сіз бір iPad'тан үнемдейтін ақшаңыз 8.250, ал 2 iPad алатын болсаңыз, ол 2 есе өседі. Жай ғана 8.250-ді 2-ке көбейтесіз, 16.500 теңге үнемдейсіз. Яғни А варианты. Сіз бір iPad'тан үнемдейтін ақшаны тауып, X-ті тапқаннан кейін бірден жауапты белгілемеңіздер. Сұрақты қайта оқып, сұраққа өте қатты мән беріңіздер. Әйтпесе, сіздерге керекті бір балдан айырылып қалуларыңыз мүмкін. Магистратурада кездескен мынандай бір есептер бар. Яғни берілген өте ұзақ, бірақ логикаға салатын болсаңыздар, бұл есеп өте жеңіл шығады. Мысалға, спорт залында бірнеше доп жатыр. Олардың екеуінен басқасы футбол добы, екеуінен басқасы волейбол добы, екеуінен басқасы баскетбол добы. Спорт залында жатқан доптардың әр түрінен нешеуден бар? Өзі бізде 3 доп бар. Волейбол, баскетбол және футбол доптары. Жаз қойын. Волейбол, баскетбол және футбол доптары бар. Қараңыз, екеуінен басқасы футбол добы дейді. Екеуінен басқасының бәрі футбол добы. Сіз футбол добы, яғни басқасы, ал мынау волейбол мен баскетболдың қосындысы 2-ақ доп. Онда бізде волейбол добы бар, баскетбол добы бар. Екеуінен бір доптан жеп, спокойно айта саласыз. Яғни сізде бір волейбол добы бар, және бір баскетбол добы бар. Екінші түрден кейінгі сөйлемді оқиық. Екеуінен басқасының бәрі волейбол добы. Тағы да жаз қойын: волейбол, баскетбол, футбол. Бізде волейбол добынан басқасы, яғни 2 доптан басқасы волейбол болса, мынау баскетбол мен футболдың қосындысы тоже 2-ке тең. Онда баскетболдан 1-ақ доп бар,
сәйкесінше футболдан да бір-ақ доп бар. Онда әрбір доптан бізде бір доптан болады екен. Яғни әр қайсысынан біреуден деген жауапты спокойно белгілей саласыз. Өте жеңіл есеп. Үш бұрыштардың ішкі бұрышына, сыртқы бұрышына байланысты немесе жазық бұрышты бөлуге байланысты есептердің түрлері өте көп. Сондай бір есеп, мынандай үш бұрыш есебі берілген екен, y шамасының мәні, яғни y градусты есептеп табыңыз дейді. Бізге берілген мынау x пен x екеуі тең болады, және осы x-тің сыртындағы 100 градусты беріп қойған. Қараңыздар, бізде жазыңқы бұрыш 180 градус. 180 градусты екіге бөліп алған, біреуі 100 градус болса, қалған екіншісі қанша деген сұрақ болуы мүмкін. Яғни 100 градус қосылған x ол бізде жазық бұрыш 180 градусты береді. X-ті табайық, 180-нен 100 азайтамыз, ол бізде 80 градус. Яғни мынаның бір бұрышы 80 градус, сәйкесінше екінші бұрышы да, мұнда да x беріліп тұр ғой, ол да 80 градус болады. Және сізде мынау 80 градус, мынау 80 градус болса, тағы да бір информация айтайын. Үш бұрыштың, ішкі үш бұрышының қосындысы 180-ді береді. Яғни x қосылған x плюс y тең 180 градус. Бұл ішкі бұрыштарының қосындысына қатысты информация. Онда біреу берілген 80, екіншісі берілген 80, және үшіншісін таба саласыз. 80 градус қосылған 80 градус тең плюс y тең болады 180-ге. 80-ге 80-ді қоссаңыз 160 градус плюс y тең болады 180-ге. Олай болса y тең 180-нен 160 азайтасыз 20 градус. Яғни біздің төбесінде, үш бұрыштың төбесіндегі бұрыш 20 градус жауап нұсқасын белгілей бересіз. Геометрияда ауданға байланысты кейбір стандартқа сай емес есептер кездесуі мүмкін. Бірақ ол есептер күрделі деген сөз емес. Мысалы, мына бір есепті қарастырайық. Ауданы көрсетілген егістік жердің ауданындай және ені 45 метр болатын тік бұрышты пішінді егістік жердің ұзындығын табыңыз дейді. Мұнда қарасаңыз, сізде егістік жері берілген. Осы жерде сіз ауданын табу үшін бұны төрт бұрыштарға бөліп тастаңыздар. Төрт бұрыштың ауданы S тең A көбейтілген B. Біз осы формуланы ғана қолданамыз есепте. Тек мына бір нәрсені ескереміз. Қараңыз, мына егістік жерін біз былайнан екі төрт бұрышқа бөліп тастайық. Кіші төрт бұрыштың ұзындығы 30-ға тең, ені 20-ға тең. Онда бұның ауданы S тең 30 көбейтілген 20-ны береді. 30 мен 20-ның көбейтіндісі бұның ауданы S тең 600 болады. Ал төмендегі ұзын төрт бұрышқа қарасаңыздар, бұл ұзын төрт бұрыштың ұзындығы 70 метр, ені белгісіз. Енін табу үшін мұнда қарайсыз. Мына бөлігі 20 метр, ал ұзын, яғни толығы 50 метр. Онда осы 50-ден 20-ны азайтасыз, сізде мына бір бөлігі 30 метрді құрайды. Онда ұзындығы 30 метр, ені, ұзындығы 70 метр, ені 30 метр. Екеуін аудан табу үшін көбейте саласыз. S тең 70 көбейтілген 30, ол бізде 2100-ді құрайды. Олай болса, мына жалпы жердің ауданы осы екі ауданды қоса саласыз. S тең 2100-ге қосамыз 600-ді, яғни 2700. Және біз ені 45 метр болатын тік төрт бұрышты егістік жердің ұзындығын сұрап жатыр. Тік төрт бұрыш. Біз тік төрт бұрыш саламыз. Тік төрт бұрыштың ені 45 метр, ал ауданы мына ауданмен бірдей, яғни 2700. Ұзындығын табу үшін 2700-ді 45-ке бөле саласыздар. 2700-ді 45-ке бөлетін болсақ, ол бізде 60 метр шығады екен. Магистратура тестінде кездесетін мынадай бір күрделі секілді көрініп тұрған есепті қарастырып көрейік. Қараңыздар, x плюс 3, x плюс 2 деген тік төрт бұрыштың қабырғаларын айтып жатыр. Яғни, біз тік төрт бұрыш саламыз, тік төрт бұрыштың ені x плюс 2-ге тең, ұзындығы x плюс 3-ге тең, бұның ауданы
100 сантиметр квадрат. Және мұнда бір шаршы берілген. Шаршының ұзындығы 2х плюс 5, ені 2х плюс 5. Олай болса, бұның ауданы берілмеген. Біз екеуінің де ауданының өрнегін жазып шығайық. Яғни, тіктөртбұрышының ауданы x плюс 2-ні x плюс 3-ке көбейтеміз. Жақшаны ашамыз және ұқсас мүшелерді біріктіреміз. X-ті x-ке көбейтеміз. Сонда s тең x квадрат. Қосылған x-ті 3-ке көбейтеміз. 3x. 2-ні x-ке көбейтеміз. Қосу 2x. 2-ні 3-ке көбейтеміз. Қосылған 6. Жазам s тең x квадрат плюс 5x плюс 6. Осы бізде ровно ауданы 100-ге тең. Екінші, шаршының ауданының өрнегін жазып қояйын. Мүмкін оны дискеріңнен шығармай-ақ, бірден мән табуға болатын шығар. Өрнегінің біз мына 2х плюс 5-тің квадратын аламыз. S тең 2х плюс 5-тің квадраты. Шаршының ауданы а квадрат. S тең а квадрат формуласын қолданамыз. Онда формуласы 4х квадрат қосылған 20х қосылған 25. Осының өрнегінің мәнін табу керексіздер. Бірінші есепте x квадрат қосылған 5x дегеннің өрнегінің шешімін табылайық. X квадрат плюс 5x ол 100-ден 6-ны азайтамыз, 94-ке тең. Ал екінші есепте мына x квадрат плюс 5x деген өрнек шығаруға бола ма? Ол үшін біз 4x квадрат плюс 20x-тан жақшаның сыртына 4 шығарамыз. 4x квадрат плюс 5x қосу 25. Ал x квадрат плюс 5x дегеніміз бізде мәні нешеге тең? Мына жақта таптық 94-ке тең. 4 көбейтілген 94 қосу 25, ол бізде 401-ге тең болады. Дискриминантпен түбірін таппай-ақ, орнына қою арқылы осы есептің шешімін бірден тауып алуға болады екен. Шешімі 401, яғни шаршының ауданы 401 сантиметр квадрат болады. Модульмен кездесетін теңдеулердің шешімі үнемі қиын деген сөз емес. Мысалы, мына бір модуль есепті қарап көрейік. Осы магистратура 2026 ТГО тестінде кездесетін есептердің біреуі. Модульде x қосылған 2 тең 0-ге. Яғни, сіз модульден шығатын санды плюс және минус жағдайын қарастырасыз, бірақ егер модуль деген сан 0-ге тең болатын болса, сіз жай ғана модульді жоқ көжересіз. Өйткені 0-дің плюс минус жағдайы жоқ. Сонда шешімі x қосылған 2 тең 0-ге, сәйкесінше 2-ні оң жаққа өткізесіз, x тең минус 2-ге. Жалғыз шешімі минус 2 деген жауап шығады екен. Өте оңай, осылай белгілей саласыздар. Дәл осындай магистратура ТГО тесттерін, есептерді оңай шығару жолын үйренгіңіз келсе, осы каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып қолдап кетіңіздер.